Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін шаш түсуін үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Шаштың әдемі көрінуін қыздар қауымына ең басты назарда ұстайды. Қанша күтім жасағанымызбен шаш жиі түседі. Шаштың түсуі сыртқы факторлардан және адам ағзасының ішкі мүшелері әлсіздігінен де тууы мүмкін. Адам шашы күніне 50-100 тал түсуі қалыпты жағдай саналғанымен, одан көп түссе алдын алуға тура келеді. Шаш түсуін тоқтататын халықтық емінің бірнеше тәсілімен танысыңыз. Жалпы жиі түсетін шашты емдемес бұрын алдымен түбін қатайтатын шаралар жүргізу керек. Ол үшін 1-2 ай бойы аптасына 1 рет шаш түбін спиртпен немесе майсана майымен сүртіп отырыңыз. 1-2 ай өткен соң шаш түбі қатая бастайды. Ал өте жақсы нәтижеге жету үшін мынадай түрлі емдерді жасауға болады. Бір пияздың сөліне сол мөлшерде майсана майын және бір жұмыртқаның сарысын қосып шаштың түбіне жағыңыз. 45 минуттан соң шашты жуып, тарақпен тараңыз. Тағы да бір тәсіл, пиязды майдалап турап, үстіне 100 мл спирт құйыңыз да 1 тәулікке қойып қойыңыз. Дайын болған тұнбамен шаштың түбін сүртіп, және үстіне пакеттің сыртынан сүлгімен басыңызды орап тастаңыз. 20-30 минуттан соң шашты салқын сумен жуып тастаңыз. Бұнда бір тәсіл айтады кететінім, жылы не қайнаған суға бал салыңыз. 1 литр суға 2 ас қасық бал. Бастысы бал ерісе болғаны. Осы сумен шаштың түбіне массаж жасап жуыңыз. Бұл тәсілді аптасына 2 рет қайталаңыз. Бұл шаштың түбін қатайтады және тез өсуіне көмектеседі. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.